Барлықтарыңызға сәлем. 22 тамыз бүгінгі күнге болжам. Әр күннің болжамы 20 алдын ала бір күн бұрын кешкіліктен бастап уже энергиясы шығады. Мысалға бүгін тышқандарға стресс, бүгін эффектні киініңіз, әдемі киініңіз деп айтамын ғой, уже 22-сінің болжамы 21 күні уже кешкіліктен бастап жүреді. Енді бүгінгі күнге болжам: агониян земляйын белгісі ақша шығаратын күніңіз, коммуналдық төлеңіз, слабый карта болса ақша келеді, сіздерге қуанып қалуларыңыз мүмкін, шаш қидыртуға өте жақсы күн. Және бүгінгі күнде уже күздің энергиясы кірді, кешкілік салқын, күндіз ыстық, бос қол уақытысы бар. Бүгін 14:00-ден 16:10-ға дейінгі аралықта істеген тірліктердің барлығы дұрыс емес, пустую кетеді. Енді бүгін итпен доңыздарға абыройыңыз артады, жақсы атыңыз шығады. Тауықтар денсаулыққа қараймыз, недвижимостьке қатысты жақсы энергия бар, машина алу, үй қарау деген сияқты. Бык пен тигр, сиырмен баршылығылар, қызыл киім киіңіз, бүгін стресс, либо қызыл алма тістеп шығыңыз, ақша келеді, қуанасыздар. Жылқы екінші жартыңызға көңіл бөліңіз, білім алуға өте жақсы күн, әдемі киінгіңіз келеді бүгін. Қой мен мешіндерге тілектілеуге өте жақсы күн. Бүгін айтпақшы Джифу Юго-Востокта арқамен қарап тілектілесеңіздер міндетті түрде орындалады. Ұлу мен жылан, бүгін сыйлық алып қуануларыңыз мүмкін. Ақшаға қатысты бір тілек жасаңыздар, алдағы уақытта жақсы ақшасын алып келеді.